Сіздер білгенсіз ба, альбендазол қазір ивермектен де улы екен. Міне мына графикте біз көріп тұрғанымыздай, бізде альбендазол бұл жерде ивермектен бірнеше процентке зиянды мана уын көбейтеді. Малдың етіндегі уын альбендазол қайда көп көбейтеді? Бұл жерде ивермектин мен мана ивермек пен альбендазолдың арасындағы зияндықтарын салыстырып тұр. Мына же әртүрлі ауруларды көрсетіп тұр, әрине. Бұл аурулардың бәрін қазір перечислять етпеймін. Ол қиын нәрсе, әрине, қаншама уақыт алып кетеді. Бірақ та көріп тұрғаныңыздай, альбендазол по-любому ивермектен де қорқынышты болып тұр. Ивермек туралы мен видео түсіргем. Және де бұл видеода мен ивермектің қаншалықты улы екенін нелерін көрсетем. Бұл видеода мен альбендазолға тоқталдым, себебі бір адам альбендазолды менен сұрады. Сам альбендазол дейтін ол өте распространенный дәрі екен, ивермек сияқты тоже. Әрине ол сияқты распространенный емес, бірақ нормально тоже популярности бар. Бұл альбендазол паразиттердің ішіндегі фульмедалктазаны блокировать етпейді екен. Сол арқылы ол өлтіреді. Манағысын блокировать етпейді, и соның кесірінен уже паразит басқа өмір сүре алмайды. Ол сразу өледі. Және де ол альбендазол дейтін негізі гельминтке қарсы средство. Бұл гельминтке қарсы средство осы манағы паразиттердің микротрубочкаларын бітейді, жамайды, өлтіреді, сонымен паразиттер өліп кетеді. Ол бізді қылқандырғанмен бірдей. Біздің тамағымызды бітеп не істеп тастаса, бізді өліп қаламыз. Солай бактерияларға. Әрине ол жерде ауа жүретін не емес, бірақ басқаша өздері системаларын, блокқа түсіреді да, ол паразитті өледі. Осы пестицид сияқты альбендазол, мысалы біз пестицидтарды қолданамыз поляда. Альбендазол тура солай малға қолданамыз. Мал сау болады, здоровый болады. Міне, бірақ біздің бұқалар әрине ешқандай альбендазол ивермексіз өмір сүріп жатыр. Айырмашылық жоқ, басқалардан деуге болады. Оларға дұрыстап қарасақ болды. Ал осы конечный адамдарға баратын продуктқа ол әсер етеді. Бұқа зиян болады бұқа, бірақ бұқа зиян болса не болды дейміз. Ал оның етіне зиян тиеді. Қалай біздің бақшадағы продуктілерді улап атса, біз поляларда, мынауда тура солай біздің бұқалардағы да етті продуктыны, сиыр болса сүтін улаймыз да, өзіміз ішеміз, клиенттерімізге ішкіземіз. И сонымен қатар біз уланамыз, клиенттерімізді улаймыз. Ол сразу шықпаса да қартайғаннан кейін шыға бастайды. Біз оны көп употреблять етсек, ол соңында шыға бастайды. Басында ақша үшін деп тыпырлап жүреміз, бірақ соңына қарай уже жағдай жақсы болып бітпейді. Енді тағы да бір қызық бөлікке тоқталып кетейік. Міне қараңыздар, мына жерде міне көрсетіліп жатқандай побочные действия, міне вещества альбендазол, міне RLS дейтін сайтта. Міне қараңыздар, қандай нәрселерге қаншалықты ол әсер етіп жатыр. Бұл жерде әрине конкретно болып тұр. Конкретно 16%. Бірақ бұл жерде көрсетіп жатқаны әшейін зиян тиіп, конкретно зиян шыққан нәрселер. Бірақ ол жойылып, таптаза болып жуылып кете алмайды ешқашан. Біз оның орнына неге просто жусан қолданбаймыз? Просто жусанның өзі негізі, қазақта жусаннан басқа дым болмаған ғой. Қазір жарайды чеснок қолданып жатырмын, күкірт қолданып жатырмын, сода қолданып жатырмын. Бірақ қазақтарда жусаннан басқа не болған? Чеснок, лимон өзі болмаған ғой оларда. Чеснок может болған, жабайы болу өскен шығар. Бірақ күкірт болмаған, сода точно болмаған, лимон да болмаған. Лимон дейтін біздің фрукт емес қой. Ең осы зақым тиетін бұл бауыр мен бүйрек, почка. Себебі олар қанды фильтровать ететін нәрселер. Бұлар ойдың бәрін фильтровать етеді енді. Малдың ішіне еккен біздің
паразиттерді өлтіретін у және бізді де. Олар осы фильтровать етеді. Олар осыны фильтровать етіп жатқанда өздері де уланып қалады қасқалар. Себебі организм ондай нәрсеге арналмаған. Организм ол сондай микроб вирустарды фильтрлеуге арналған көбінесе. Бұндай у жаңадан шыққан, может, в будущем малдар үйренетін шығар улды фильтровать етуге. Бірақ әзірше бізде ондай жоқ. Және де оны үйретуге ғасырлар кетейін деп тұр. Бұл өте ауыр у. Енді осы қанмен келетін у осыларды улап тастайды. Себебі қанда ол да бір фильтр. Осы қанға толып қалатын лейкоциттер мен тромбоциттер, олар конкретно қанға толады. Оны бір рет қолданғанда аз болып білінбейді. Вообще былайда етте де білінбейді, неде де білінбейді. Ал оны көп қолдана бастағаннан кейін уже конкретно малдарға зақым тиіп, оның ішінде құрттар түсіп, бірақ ол сразу білінбейді, себебі біз малды қартайғанша дейін ұстамаймыз, қартайғаннан кейін уже ауыра бастайды. Сосын біз оған укол одан да көп бере бастаймыз, одан сайын қатты улай бастаймыз. Сосын, короче, міне осылар өткен капиция етіледі. Қанға міне 40% лейкоциттер мен 25% тромбоциттер толғаннан кейін уже бітті мал. Мал уколдан уколға уже өмір сүреді. Ол табиғи жолмен емдей аламыз деп ойламай қойыңыздар. Себебі ол өте қиын шаруа болады. Мал иммунитеті әлсіреп қалған. Және де оның иммунитетінің орнына өздеріңіз иммунитет боласыз уколдарды салып. А бізде жусан беріп, біз паразиттермен қырылысқан күнде де біз иммунитетті күшейтеміз. Иммунитетті күшейгенде ол өзі күресе бастайды. Уже біздің присутствиеміз көп керек болмайды. Әрине басында қиын болады, бірақ иммунитет күшейгеннен кейін уже ары қарай өз алып кетеді мал. Мал өзі сондай қылып жаратылған ғой. Мысалы, укол салсаңыз, бұзау туылғанда иммунитет сразу әлсіретпейсіз. Сосын өзіңіз иммунитет боласыз. Укол салып, иммунитет вообще өлтіре бересіз, бірақ өзіңіз иммунитет болып жүресіз, сор болып. А бізге иммунитет күшейтіп алу керек, сосын табиғи етті жеу керек. Бір укол 10-15%-ке дейін әлсіретсе мүмкін почканы, скоростын. 10-15% дейтін ол страшно. Уже келесі уколдар сайын почка әлсірей береді. Және де біз почка уже өлгеннен кейін, әрине өліп қалмайды, ол кішкене жұмыс істеп тұрады. Қан фильтровация етілмегеннен кейін басқа аурулар шығады. Оның ішінде гиперчувствительность деген ол сезімпаздық, ол андай-мынандай ауруларға уже ауырып қала береді. Оны айтып тұрған жоқ бұл жерде неге екенін, бірақ көріп тұрғаныңыздай бұл иммунитет әлсірегеннен. Ветеринарлардың өзі білет бұны. Олар да бастар істейді. Олар ақмақ дей алмаймын мен. Олар айтады постоянно. Анализді жүргізбей бұл уколды салай бермеңдер. Оның ограничениялары бар, сроктары бар, количество ограниченный тоже. Оны көп сала алмаймыз, а жусанды қанша берсеңіз, онша беріңіз. Жусанды ол азына кешкен шайнап тұрса да өлмейді мал. Бірақ әрине әлсіреуі мүмкін, қиналуы мүмкін, бірақ өлмейді мал. Мына видеоға қараңыздар, міне альбензолда бұл жерде олар әртүрлі эксперименттер жасап жатыр. Міне осындай аурулар шығады дейді. Олар қаншама эксперимент жүргізді, міне. Если доза принимается жирной пищей, которая повышает всасывание, максимально концентрируется в плазме в 5 раз. В 5 раз көрінемін, BCC связывается с белками и арғарай, короче. Ол жыры ұзын. Олар әртүрлі эксперименттер жасады. Және де, короче, оның жырлары көп. Мен бәрін айтпаймын, мен тек ключевойларын таңдап алдым. Мен қаншама оны отырып зерттедім, қаншама уақытымды бердім. Сіздерге точный мағлұматты жеткізу. Айтасыз ғой, неге қолданбаймыз, бәрі қолданып жүр ғой. Неге қолданбаймыз? Себебі бәрі қолданып жүрген жоқ, енді қолдана бастады бәрі. Біздің ата-бабаларымыз бұрында айтып тұрғанындай, даже лимон болмаған, сода болмаған. Олар таза жусанмен, негізінде жусанмен малды, жусанмен тұратын еді. Себебі мен білетінім, күл жусан. Біздің қолданатынымыз күл жусан. Ең доступный нелер ғой? Жусан бүргелер жует, құрттар жует. Қада жақсы жусан. Жусанмен біз отырды емдеп жүрдік.
әрине қатты жайылып кетпеген, қатты жайылып кеткен уже әлсіз малдарда ол оны басқа жолдармен емдейміз. Қазақтарда әлсіз мал бола қоймайды ғой, енді олар далада жатады ғой постоянно. Біз сияқты ограниченный жер. Мен инстаграмда қараңыздар, мен видео түсіремін, что короче бізде жер аз, қаншалықты аз екенін көрсетемін, қаншалықты мал көп екенін көрсетемін. Қалай ол жерде малды күйлі қылып ұстау енді. Білмеймін, мал тоқтамайды, мал кете береді. Давай кеттік, қайтайық өзіміздің темамызға. Жусан осындай, ал күлді біз астына себеміз бүргелерді дейді. Нөл қылып дейді, нөл. Ешкілер дейді, тас жататын еді. Анаған қасын, мұнаған сүйкен. Сосын күл себедік, бәрі тып-тыныш, қора дейтін. Пыл толып балған. Бәрі тып-тыныш жатыр. Рахат кәдімгідей. Келесің, үсті басын бейт, күшті болды. Бұлай жүргенде қиналып, үсті басын қышып кетеді, кәдімгідей қышып кетеді. Міне уровень остатков. Бірінші рет еткенде конкретно міне на графикте көріп тұрғаныңыздай остаткілер көп болып тұр, кәдімгідей кетпей тұр. Остаткілер сразу кетіп қалады деген емес, остаткілер навсегда қалады. Ол у навсегда қалады. Кстати, ауада да газдың, машинаның уы навсегда қалады. Ал сиырдың уы обработка болып кетеді ағаштар арқылы. Мен соғанда видео түсіремін. Қараңыздар, енді мынаған қарап тұрмын, қараңыздар. Мына жерде 48 проверенных образцов мяса содержат остатки альбендазола выше допустимого уровня. Мына 48% мына егілген альбендазолдардың допустимый уровень еттің ішіндегі, міне ет уланады ғой енді. Сол еттің ішіндегі удың допустимостынан көп. Значит, біз уланамыз. Одан аз болса, білмеймін, біз уланбаймыз. Білмейді. Енді осы 48% допустимый уровеннен асып кетеді. Жарайды, 52% нормально десеңіздерде, 48%-ның өзі былайынан бізге жетеді. Біздің халқымыздың 48%, біз почти бәріміз етті қолданамыз. Енді 48%-на ұру қыламыз ба? Қате ғой ол. Енді ойыңыз не болды? Қандай шешім қабылдандыңыз? Өте қызық болып отыр. Адамдар осындайға көшіп баратыр. Күннен күнге бәрі жеңіл жолға жүгіріп, қиын жолға түсіп жатыр. Әрине, постоянно айта сөйтіп. Жеңіл жолға жүгіре берме деп. Бірақ көріп тұрғанымыздай, біз өзіміз жеңіл жолға жүгіріп барып, енді басымызға тиіп жатқанымыз осы. Енді қалай ойлайсыз, біз тоқтау керекпіз ба? Или ақырында бір взрыв болып, жеңіл жол ашыла ма?